Сәлем, сенің күндерің түзетуде ме? Ол жағдай менің де басыма өткен. Мен саған өзімнің 20 мың теңге тұратын авторлық курсымды небәрі 990 теңгеге ұсынамын. Ол үшін подробный батырмасын бас. Бірақ бұл Instagram емес, бұл YouTube. Дәл қазір мен осы жағдайдамын. Менің есімім Рахат. Бұл өзгерістер жолы екінші бөлім. Қалай 100 теңгеге пайдалы зат алуға болады және сен оны бір апта қолдана аласың. Ол Лимон қосылған шайдың пайдалы қасиеттері. Аскорбин қышқылының болуы денені суықтан сақтайды. Темірдің сіңуіне және коллагеннің реттелуіне ықпал етеді. Қан тамырлары мен сүйектерді нығайтады. Лимон майларды бөлшектеуге арналған тамаша құрал. Ол шөлді керемет түрде қандырады. Судың тепе-теңдігіне қалпына келтіреді. Сергітеді, бірақ мөлшермен ішіңіз. кешегі күннен 2 күн өтті және де каналда бір апта емес 2 апта бойы видео шықпады. Неге? Бұның ең бірінші басты себептерінің бірі менде желание болмады және де мен еріндім. Мен тек қана идеальный моменттерді іздедім. Видеоға 100% дайын болғанды қаладым. Яғни менде ең бірінші бастысы камера болу керек, содан кейін барып свет болу керек, барлығы менде болу керек деп. Осыдан бір апта бұрын мен OLX-тан бір камераны көрдім. Ол Canon Rebel T5 деген камера. Және де ол ақтөбеде сирек кездеседі. Және де качествосы жақсы, яғни состояниесі отличный, және де бағасы да маған қолайлы. Сондықтан да мен соны көріп, оны қатты қаладым. Менің түсіріп жүрген видеоларым оның қасында ойыншық болып қалды. Яғни менің қазіргі түсіріп жүргеніммен ол бір 4-5 есе качествосы жақсы және де видеоға динамика қосады. Сондай кішкене ойлардың және де еріндердің кесірінен каналда 2 апта бойы видео шыққан жоқ. Енді бұндай қайталанбайды, мен сөз беремін. Және де бүгін 8 наурыз. Халықаралық әйелдер қыздар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Айтпақшы, мен кешегі видеомда кішкене бизнес сөйлеткен болатынмын. Ол мен негізі алдында AirPods пен яғни бизнес бастағым келген кішкене мини товарный бизнес. AirPods люкс копия түрі, оригинал емес, яғни соған ұқсайтын және де олардың качествосы, дауыстары барлығы бірдей. Енді мен оны Instagramға жіберіп басқа адамдардың видеоларын қарадым, және де Facebook'тың мынандай правиласы бар екен. Instagramға таргетке жіберген кезде, яғни таргетированный рекламаға жіберген кезде кальянный наркотик заттарды жасауға болмайды және де брендтердің копиясын, реплика түрлерін жарнама жіберуге болмайды. Сіздердің банға жібереді және де аккаунтты да банға жібереді, содан кейін аккаунтты ашылмайды екен. Және де маған негізі электронный товармен бастау қиынырақ, сондықтан да мен тағы да бір өнім таптым. Ол кредитный карточкаларды салатын кредитница, яғни сіздер өзіңіздің кредитный карталарыңызды, удостоверение, бонусный карта барлығын салып қоюға болады. Оның салуға болады 5-еуін немесе 15-ін, әр түрлері бар. Мен алюминиевый, эко-кожа, осын натуральный кожаларды таптым. Сайттардан қарадым, бұйырса біреуін заказ беретін боламын. Бір-бірден осын Instagramға салып, OLX-қа барлығына салып таргетке жіберетін боламын.